Бүгінгі сабағым басында ойдағыдай жүрмегендей болды. Бірақ бәрі бір сәтте өзгеріп кетті. Сабағымды қазір тренд болып жатқан сергіту сәтімен бастадым. Оқушылар бірден көңілденіп, белсенді бола түсті. Өткен тақырыпты қайталау үшін хаттарды аш ойынын таңдадым. Әр хаттың ішінде оқушыларға арналған қызықты тапсырмалар жасырылған. Ал жаңа сабақты түсіндіру кезінде жасанды интеллект арқылы Хатшепсут патшайымды тірілтіп, оқушылармен сөйлестірдім. Сабақтың келесі бөлігінде Қытайдан арнайы алдырған қорабымен екі топқа бөлдім. Тақырыпты бекіту үшін лилия шеңбері ойынын пайдаланып, білімдерін шыңдадық. Топтық жұмыс кезінде оқушылар өз қолдарымен пирамидалар мен саркофагтар құрастырды. Бұл олардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, ұжымдық бірлікті нығайтты. Ал ең қызықты сәт бума мен мумия жасау ойыны. Көңіл көтеру, сергіту және жағымды атмосфера қалыптастырудың таптырмас тәсілі болды. Сабақты қорытындылауда ерекше рефлексия түрін пайдаландым. Оқушылар өз әсерлерін білдірді. Қай бөлігі сізге көбірек ұнады? Мумия ма әлде Хатшепсут па? Осындай шығармашылық сабақтар көп болсын десеңіз, лайк басуды ұмытпаңыз.